Біз сізді Arduino негіздері курсының кезекті сабағында көргенімізге қуаныштымыз. Біз бүгін Sound Sensor, датчик звука, немесе қазақшаға аударғанда дыбыс датчигімен жұмыс жасап, эксперименттік жұмыстың нәтижесінде дыбыс датчигімен танысып, жұмыс істеу принципі және жұмыс істеу мақсатымен бірге танысатын боламыз. Бәріңізге тағы да сәлем. Arduino негіздері курсының кезекті сабағында біз эксперименттік жұмыс жасайтын боламыз. Бүгінгі эксперименттік жұмыстың негізгі датчигі, сенсоры ол Sound Sensor, яғни датчик звука, дыбыс датчигі болып табылады. Негізінен біз бүгінгі құрал-жабдықтармен таныстырып өтетін болсақ, әдеттегідей бізде USB кабель, макеттік плата, оның плюс мен минусіне жалғанған жалғағыш сымдар, және де Arduino Nano микроконтроллері бізге қажетті, және де жалғағыш сымдар, жарық диоды әдеттегідей, және де біздің бүгінгі негізгі датчик Sound Sensor. Бұл Sound Sensor 3 аяқтығы бар және де 4 аяқтығы бар. Mini Sound Sensor деген бар, және де үлкен Sound Sensor, яғни оның аналогтық бөлікте және де диджитал бөліктерге арналған арнайы шықпалары бар. Sound Sensor таныстырып өтетін болсақ, потенциометрден тұралады. Потенциометр, бұл потенциометр арқылы үстіңгі бөлік сары темірді бұрасаңыздар, как потенциометр ретінде жұмыс жасайды. Бұл сары темірді бұрау арқылы біз оның дыбысы есту сезімталдығын, жиілігін өзгертетін боламыз, яғни осы потенциометр арқылы өзгертсеңіздер болады. Бізде ең төменгі жиілікте қойып қойдым, сіздер жоғарылатсаңыздар болады. Мен ең төменгі жиілікте дыбыстарды беретін боламын. Және де біздегі дыбысты еститін негізгі бөлігі компаратор бізде орналасқан, және де LED-тар орналасқан, шағын ғана кішкентай LED-тар, және де 4 аяғы. Үстінен басып санайтын болса, аналогтық граунд бөлікке жалғайтын, жерге тұйықтайтын, және қуат көзіне 5 вольтқа немесе 3,3 вольтқа жалғайтын қуат көзі. Және де диджитал бөлікке жалғайтын біздегі 4 аяғы бар. 3 аяқпен де 4 аяқпен де эксперименттік жұмыстарды жасасаңыздар болады. Негізгі эксперименттік жұмыстарды бастайтын болсақ, біз бүгінгі сабақта диджитал бөлікті қолданбаймыз, аналогтық бөлікті қолданамыз. Бастапқы граундтан бастайын. Граундқа беретін боламыз. Граундқа жерге тұйықтаймыз, және де бізге қажет болатыны плюске, яғни қуат көзіне жалғанатыны. Біздегі сарымыз бізде қуат көзі, ал оранжевый түсіміз ол бізде минус болып табылып тұр. Енді біз осы көк түсті жалғағыш сымымызды біз аналогтық ең жоғарғы бөлігіндегі аналогтық бөліктегі аналог A0 пинға апарып жалғайық. Аналогтағы A0 пинға апарып жалғайық. Бұны жалғадық. Біздегі плюсті 5 вольтқа жалғаймыз, сары түсімізді. Және де жерге тұйықтау үшін граундқа жалғайтын боламыз. Және де сары түсімізді 5 вольтқа жалғаймыз. Енді бізде RGB жарық диодымның граундын аламында жерге тұйықтаймын. Минус қалып келем. Ал плюс дегенде red қызыл түсін ғана мен digital 11 пинға апарып жалғағым келеді. Digital 11 пинға апарып жалғайын. Және де біздегі негізгі соңғы қалғаны ол бізде Arduino Nano микроконтроллерін USB кабель арқылы ноутбукқа жалғауымыз қажет болады. Біздегі жұмыстың мақсаты қазір айтып өтетін боламын. USB кабелімді жалғайтын боламын ноутбукке. Және де біз жұмыс бойынша дыбысы сезу арқылы жарық диодын жандыруы қажет болады. Дыбысты сезу арқылы жарық диодын жандыру керек болады.
эксперименттік жұмысымыздың скетчін Arduino IDE платформасын жазатын боламыз, және де дыбыс датчигін жазу үшін бізге көріп отырғанды sound деген файлды ашып аламыз, және де біздегі sound сенсорымызды, яғни дыбыс датчигімізді аналогтық бөлікке және де жарық диодымызды 11-ші пинға жалған болатынбыз. Сол жарық диодын digital 11-ші белгілеп алу үшін red pin деп жазып кетеміз. Және де бізге константа ретінде аламыз, және константа integer деп келесі бізде sound сенсорымызды біз аналогтық 0-ші A, 0-ші пинға жалғаған болатынбыз. Соны sound pin деп тең A0-ге деп жазып кетейік. Осы жерден A0-ге. Ендігі кезекте бізде setup функциясында конфигурациялауымыз қажет болады. Конфигурациялау кезінде pin mode функциясы, яғни конфигурациялау функциясы. Red pin бізде жарық шығарады, жарық шығаратын болса ол бізде шығыс айнымалысы, шығыс айнымалы болатын болса онда output болып табылады. Ал soundтан біз дыбыс жібереміз, сигнал жібереміз, сигналды қабылдаса онда input болады. Неге? Өйткені біз сигналды береміз, кіріс айнымалысы, яғни кіріс мәнді береміз. Ал бізге жарық диоды шығыс мәнді қайтарады, яғни шығыс мәнді қайтару деген ол бізде жарығын шығарады деген сөз. Және де монитор портты қосамыз, 9600 ботты қосамыз serial begin ретінде. Және де біздегі sound pinіміз A0-ші элемент A0-ге тең, және де A0-ге жалғанса онда input болады, кіріс мән ретінде алады. Ал бізде жаңа айтып өткенімізде жарық диодымыз шығыс мәнді қабылдайды. Loop функциясында integer деп жаңа айнымалы құрып, value деген жаңа айнымалы құрамыз. Және де value деген жаңа айнымалы analog rate деген функция арқылы analog rate. Неге analog rate? Өйткені біздегі sound датчигіміз, яғни дыбыс датчигіміз A0-ші аналогтық пинге жалғаған болатынбыз. Және де analog rate деген кезде analog rate функциясы, rate оқу функциясы бұл жерде 0-ден 1023-ке дейінгі санды оқиды. 0-ден 1023-ке дейінгі санды оқиды. Және де A0-ші бізде аналогтық пинға және кіріс айнымалысы болса rate болады. Сол оқығанымызды, яғни қандай мәнді біз сигналды, қандай сигнал жібердік, қандай дыбыс ол бізге аналогтық сигналға айналған кезде мәні қанша, соны біз порт мониторға serial print ln value деп жазатын боламыз. Және де value осы жіберген дыбысымыз шекті мән 65 деп алдық. Біз 65-тен жоғары болған жағдайда қана біздегі red pinімізді қос деген мәнді көрсетеміз. Яғни digital red pin high деген мәнді жібереміз. Яғни red pin high бірге тең болса онда жақ деген сөз. Және де else, яғни бізден датчик звукамыз, яғни дыбыс датчигіміз 65-тен төмен дыбыстарды қабылдаса онда жарық диодын жағудың қажеті жоқ. Low дегенді беріп кетеміз функцияның параметрін digital write-ға. Ендігі кезек бізде red pinді жағып сөндіретін боламыз осы жерден. Және де минимум мәнді, шекті мәнді сіздер өздеріңіз берсеңіздер болады. 100 деп берсеңіздер болады, 65 деп, және потенциометрдің ол жердегі бұрауларыңызға байланысты болады. Біз шекті мән төмен қарай бұрадық, сондықтан да біз 65 деген ең кішкентай мәнді беріп отырмыз. Және де бізде монитор портты қосатын болсақ, біздегі 58, 59 деген мәндерді көрсетіп беріп жатыр. Ендігі кезекте біз осы тұрған мәндер бойынша, яғни бұл жерде шекті мәнді потенциометріміз тағы бұрауымыз қажет болады. Өйткені біз сәл жоғарырақ қойған сияқтымыз. Және де үзіліс жасайық, 1 секунд, әрбір 1 секунд сайын кіріс айнымалысын, кіріс мәндерін алсын. Және де инструментіден ішінен плата, портты, процессор таңдап, одан кейін біздегі осы жерден екі нүкте емес, үтір нүктелі қоюымыз қажет. Және де біз жүктейміз Arduino Nano микроконтроллеріне және инструменттердің ішіне Arduino Nano микроконтроллеріне жалғап жіберетін боламыз. Көргеніміздей. Енді біз көріп отырмыз, осы жерден 58, 59, 66, 68 көрінді жаңа көріп отырғандарыңыздай. 59 қарапайым мәндерді көрсетіп жатыр. 60, 58, 60,
68 көрсетті. Осы 65-тен жоғары болған жағдайда, яғни дыбысымыз берген жағдайда, ол жарық диодымыз жануы тиіс. Жанған сәтте, жанған мезетте біз оның жарық диодының сезімталдығын анықтайтын боламыз. Бұл біз көріп отырған 200-ден де асы, көріп отырғандарыңыздай 71, 79, 68, 71 деген мәндерді көріп отырмыз. Біз аналогтық мәндерді көріп отырмыз. Ал егер де диджитал жазатын болсаңыздар, диджитал бөлікке жалғайсыздар да 0 мен 1-ді ғана қабылдайсыздар. Егер 0 болған жағдайда жарық диодымыз өшіп, 1 болған жағдайда жарық келгенін сезіп, осылай жазатын боласыздар. Көріп отырғандарымыздай бізде әрбір мәндер көрсетіліп тұр. Бұл датчик, дыбыс датчигінен келген дүниелер. Бұл жерде біз көріп отырмыз қаншалықты біздегі кіріс айнымалыларымыз енгізіліп жатырғанын. Сіздер көріп отырғандарыңыздай, қазіргі уақытта біз USB кабельді ноутбукке жалғадық. Енді кезекте біз саунд сенсордың, яғни бізге керекті датчик звуканың немесе дыбыс датчигінің потенциометрін төмендету қажет болады. Ол үшін мен үстіндегі сары шурупты айналдыруым қажет, яғни шекті мәнге бөлуім қажет. Енді датчик звука, яғни сенсор датчигім бұл жерден дыбыс қабылдайды. Дыбысты қабылдаған кезде біз шекті мәнді 65 деп бердік. Яғни қазір менің даусымды танып жатыр. Кейбір кезде таниды, кейбір кезде алыстан естілмеуі мүмкін. Сондықтан да мен жақыннан көрсетейін сіздерге. Осы датчиктің алдынан осы үстіндегі столды ұрып көрейін. Дыбыс бара ма жоқ па, соны көрейік. Тағы да енді потенциометрді бұрағаннан кейін менің дыбысым естілуде. Мысалы, қасына барып сөйлесеңіздер, мен қазір қаттырақ сөйлеп жатырмын ғой. Сол себепті жарық диодым жанып сөніп жатыр. Тағы да потенциометрді бұрасақ. Дыбысты естіді. Тағы да потенциометрді бұрайық, шекті мәннен. Бұл кезде естімейді мүлде. Енді жарық диодым жанды. Көріп отырғандарыңыздай, бұл система не үшін қажет адамдарға? Жарық диодының бұл жерде қандай рөлі бар? Немесе менің қазіргі таңда дыбысымды естіп, жарық диоды жанып жатыр, яғни бұл дыбысты естіп тұр. Мысалы алып қарайық. Бұл жарық диодын және саунд сенсор, яғни бізге керекті саунд сенсорымыз. Мен қазір менің сезімталдығын төмендетейін. Саунд сенсорымыз не үшін қажет? Саунд сенсор мысалы бесіктердің сенсорларына қолдансақ болады. Бесіктерде мысалы алайық, бізде көбімізде қажет болады. Бала жылайды. Жылаған кезде баланың қасында 24 сағат бойы адам отырады деген, 24 сағат бойы баланың қасында көп адам отыра бермейді. Сол себепті көп заманауи бесіктерде немесе Европаның немесе
азиялық мемлекеттердің бала тәрбиелеу технологиясында осы саунд сенсорларды қолданады, және де басқа да үлкен ірі корпорациялардың технологиялық бөліктерінде қолданады. Және де бұл саунд сенсордан біз дыбысты жеткіземіз. Дыбысты жеткізген кезде, егер сіздер диджитал бөлікке жалғайтын болсаңыздар, онда 0 мен 1-ді ғана қабылдайды. Ал егер де сіздер аналогтық бөлікке енгізетін болсаңыздар, аналогтық бөлік сіздер білесіздер 0-ден 1023-ге дейін қабылдайды сандарды. Яғни 0-ден 1023-ге дейін қабылдаған кезде бұл деп отырғанымыз 0-ден 1023-ге дейін қабылдаған кезде біз скетчі жазған кезде шекті мән беріп кеткен болатынбыз. 65-тен жоғары болған кезде ғана біздің жарық диодымыз жансын деген болатынбыз. Және де 65 бұл жерде шекті мәнге айналып отырып, және шекті мәннен асқан жағдайда ғана дабыл қақсын, және де бала сондай дыбыс шығарған кезде ғана біздің үйіндегі адамдарға сигнализация беріп, жарық диодымыз қызыл түсті жануы қажет деген пәрменді беруіміз қажет. Бүгінгі негізгі мақсатта дәл осы болатын. Сіздер саунд сенсормен үлкен проекттерді жасасаңыздар болады. Біз бүгін сіздерге эксперименттік жұмыс түрінде көрсетіп, келесі сабақтарда біз сіздермен осы саунд сенсормен үлкен проект жасайтын боламыз. Ойын проектісі болсын, немесе тағы да басқа проекттерді жасап, сіздерге үлкен жоба көрсететін боламыз. Бұл әзірше эксперименттік жұмыс, яғни тек саунд сенсордың жұмыс істеу барысымен оны қалай қосу керек деген секілді бүгінгі эксперименттік жұмыстың негізгі принципі осы болды. Жұмыс істеу барысында да біз көрсеткенімізде Arduino Nano микроконтроллермен жұмыс істедік, және де жарық диодымен жұмыс істедік. Егер сабақ ұнаса, YouTube каналымызға жазылып, лайк, дизлайк, комментарий қалдыруларыңызды сұраймыз, және де сіздермен Азатиямен бірге болып білім алуларыңызды өтінеміз. Сіздермен бірге болған Азатия академиясы. Көп рахмет. Да. Ты когда-нибудь слышал про технологию «Умный дом»? Ну... Естественно, нет. Смотри. Следующее. И мое любимое. Да, вот так вот. Ладно, с тебя хватит, пошли.